ketsin. Al ballar, kaneki, Жұлдызай бастыршы. Қандай өлең берді сендер? Далада қар урайды. Жүкпенен орындап тұр. Ақ мамыққа урайды. Мұз болады, қатады. Жып-жылтыр боп жатады. Ары қарай жалғастыра бер. Жанар. Аралайды бақшаны, үзілмейді жақсаны. Гүлденеді бақшалар, жауса жаусын ақшаға. Тамаша, жақсы. Балалар, осы биылғы біздің кірген жылымыз. Қай жыл биыл? 2020. Жақсы, екінші біздің сабағымызға бүгін қоян қонақта балалар. Біз бүгін қоянға көмектесеміз. Қоян ең жақсы көруші еді балалар? Бізді жақсы көреді екен, е? Тамаша. Ендеше балалар, біз кішкене алдыңғы сабақты есімізге түсіріп алайық. Балалар, мен ертеңгісін 8-ші кластарға келемін. Күн қатты суық, терезеге, әйнекке не түседі екен балалар? Аяз өрнек сапыстайды. Аяздың шеберлігі. Нағыз суретші ғой балалар. Біз саламаймыз ондай суретті. Қарай мен күнде келемін, ана 3-ші қабатта ғой, салған суреттер керемет қой. Сондай өрнек салып тастапты бізге бүгін сабақта. Қараңдаршы. Біздің алдыңғы өтірген сабағымыз. Алдында ғана біз өтірдік. Біз немен таныстық? Сөз таптарымен таныстық, біз сөз таптары деп балалар, осы бастауыш сынып біз төрт қана сөз табына мән беріп, осы уақытқа дейін үйретіп келдік, иә? Қанеки, сөз табы. Қанеки, бірінші біз неден бастадық? Зат есімнен бастадық, зат есім. Мақпал, сұрақтар қандай еді зат есімнің қызым? Зат есімнің сұрақтар қандай еді? Көмектесіп жібереміз. Айтпара? Не деген екен, иә? Жақсы, кім не деген сұраққа жауап береді екен? Жақсы, қандай деген сұраққа жауап береді? Екінші сөз табымызды білді. Енді үшінші сөз табымыз. Сан есім дейді. Тамаша. Мансұр, кім? Асылбек, сұрақтар балам? Қанша, неше, нешінші? Қанша, неше, нешінші? Жақсы. Енді тағы бір сөз табымыз. Айсұлу. Не істеді? Тамаша, жарайсың. Не істеді? Милана не істеді? Оқушылар. Оқушылар сабақ оқыды. Сабақ оқыды. Сондағы қимылды білдірген сөз қайсы болады? Оқыды. Тамаша, оқыды. Есімді, жақсы. Заңғар. Үстеу. Одан кейіміз Жанар. Шылау. Одан кейінгіміз Мансұр. Одағай. Одан кейінгіміз Аян. Еліктеу сөз. Неше сөз табы бар екен? 9 сөз табы бар екен. Зат есімнің септелігі деген тақырыппен танысады екенбіз. Яғни балалар, бүгін біз мына қоян сәбізді жақсы көреді дедік қой, иә балалар, иә? Сол тапсырмаларды қоян балалар қысты күні асықта қиналып жатыр. Біз соған сәбіз жеткізіп беруіміз керек. Тапсырма түсінікті ма? Сәбіздің барлығында тапсырма бар. Біз сөйтіп қоянға асықтандыруымыз керек. Солай ма? Балалар, біз кеше ғана қоянға ғана қоянның түріне тоқталып, қандай түрі болады, оның түсі қандай деді? Түсі? Сұр деді. Неліктен деді? Иә, Заңғар? Өйткені ол қарда адамдардан қорғану үшін ақ болады. Адамдардан несі жаңағы жыртқыштардан деді. Не үшін сұр деді? Әл-Фара? Не сұр деген? Қасқыр қасқырлар жемес үшін. Ол түсі өсіреді ғой. Не топырақ түс сияқты болады? Ал жақсы, тамаша. Зат есімнің септелуіне бүгінгі тақырыпты жазып алайық. 26-ші жаттығуда тапсырма не дейді? Мери? Мәтінді түсініп оқы. Мәтінді түсініп оқып аламыз. Одан кейін Жұлдызай келесі тапсырмасын қара шартшағын ашып, иә? Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерге назар аударайық. Көрдік па мәтінді? Жақсы. Мәтінде қандай сөз қарамен жазылып дайын? Жерден жерге жер бұлтқа ал жақсы. Бірінші сөзіміз жер дейді. Ал осы балалар жер деген сөзге назар аударайықшы. Қандай сұрақ қойды жер дегенге? Жақсы.
Жақсы, жарайсың қызым. Неге қайда, дұрыс айтасың. Кімге, неге, қайда? Жақсы. Даде, тати, не? Жақсы. Алып кет. Uzun kulak sır boyan, естіп қалды сыбдырды. Ойлы қырлы жерлермен ырқып секірді. Қарар еді артынан, қиыр сабыр көзінің. Келе жатқан топаңдар, Сергіп алдық, ұйқымыз ашылды. Енді қанекей, оны орындап алып қой. Енді жылдан бірақ мына тапсырманы жүкпен орындап жүрейік. Мінекей, екеуін бірігіп, тапсырманы ол не дейді қараңдар да, мынаны жүкпенен жылдан бірақ орындап жүрейік. Мінекей. Тапсырма не дейді? Екеуін бірге алып болды ма? Жақсы, жарайсың. Енді бір екеуін оқытып береге жұптады. Бірінші болған жұмыс әшендер ма? Оқышы балам бірінші сөйлемді. Тапсырма не дейді, соны оқып жібер бірінші. Сұрақтарды орнына Ақбөкке сөзін қойып жаз. Иә, не депті? Ақбөкен шөлге өте төзімді әрі жүйрік есті жануар. Жақсы. Сонда сен не дедің? Қандай сұраққа не қойдың? Ақбөкен. Иә, не деген сұраққа? Ақбөкен. Екінші. Мені Ақбөкенді киік деп атайды. Иә, сен сұрақтың орнына не деп жаздың? Ақбөкенді деп жаздым. Қандай қосымша жалғады? Д дедің. Жақсы, жарайсың. Ақбөкеннің Иә. қорегі өсімдік. Жақсы. Сонда қандай қосымша жалғады? Нің. Жақсы. Нің деген қай септікті болды жаңа? Кімнің ненің? Ілік септік. Жарайсың. Ал жақсы. Бұл тапсырмамызды орындап алдық жүкпенен. Жақсы. Енді қараңдар. Кітабымызда міне мына жерде бізге ереже тұр балалар. Осыны үйден жақсылап жаттап алу керек. Мінекей. Қанекей, оқып жіберейікші. Милана оқышы қызым. Осы ережені не сұрайын екен жатқа? Сөйлемдегі сөздерді бір-бірімен байланыстыру үшін жалғанатын жалғауларды септік жалғаулары деп атайды. Қазақ тілінде 7 септік бар. Атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес. Зат есімнің септік жалғаулары арқылы өзгеруін зат есімнің септелуі дейді. Жақсы. Бірде қашып сақтап. Не деп жаздың? Қосымша жалғаны ма? Қандай сұрақ қойылады? Енді қаламға кім демейміз ғой, ол не дейміз? Не дейміз? Жақсы отырамыз. Қалам? Қалам, қа дейміз. Әдемі, қалам, қа. Қалам, қа деді. Жақсы. Алина, келе ғой. Әді сен шығарма. Не дейміз? Қаламда. Жақсы, жарайсың қызым. Аян, тамаша, болдық дейді. Енді дейміз маңсы? Жарайсың балым. Қаламнан. Үрген ғана жер, соның ішіне ғана жаз. Қаламнан деді. Сендер мына сөзді септейсіңдер. Мына жерде сендер қосымшасын ғана жалғап жіберіңдер. Сендер мынау мені. Ал. Жоқ, жұмыс жасаймыз. Бірге жұмыс жасаймыз.
Тегін оқи берейін, иә? Былайынан оқи берейін, былайынан кезектен, иә? Қанеки, Милана, атау септік? Атау септік адам. Жақсы? Адамның. Айтсай, ілік септік деп. Ілік септік адам. Иә? Септік. Сендер тыңдаулар дұрыс етіп айтыр ма? Иә? Атау септік табиғат тыңдайын. Ілік септік табиғаттың. Иә? Бар септік табиғатқа. Жақсы. Иә? Батыс септік табиғатқа. Иә? Шығыс септік Табиғаттан көмектес оқушымен Айсұлу. көмектес септік табиғат бер. Дұрыс па? Иә. Жақсы, жарайсыңдар, отыр. Жарайсыңдар, бағалаушы деген қанеки? Жақсы, иә? Тамаша, жарайсыңдар. Топтар, жақсы қатыстық. Шатастық па? Жалғауларда. Шатаспадық, ә? Жалғанықты. Жақсы. Ғадеге барыс септік дейді, Мерей. Жарайсың қызым. Екіншіні көрейік, екіншіні. Кім табар екен, иә? Кім жылдам ойлайды екен? Қарайықшы. Милана оқышы. Кемпір қосақты өрмекшімен Неге? Өйткені Ол көмектес септік дейді мен деген. Ал басқалар қандай септік екен? Басқалар жақсы қабыс септік дейді. Жарайсыңдар. Мансұр, жазбау. Жаңа айтып қойып. Артық сөзді жазбаймыз, қалғанын жазамыз деп. Жарайсың. Болдық балалар? Жазбайындар ғой, Кімге неге қайтта табыс септік кімді Түсінікті болды ма? Меңгердіңдер ма сабақты? Милананың жазуы қандай тамаша. Әдемі жазып дәптер деген қандай. Суретке сала берді жас болған оқушы. Қоян бір себет сәбізді арқалап кетсін. Жазалым, сала қой. Жарайсың. Ақжол не деп жазсың? Сен тыңдағың деп түсіндім дейді. Тамаша, жарайсың. Биттіңдер балалар үйден.